Шәкәрім атамыздың бір керемет сөзі бар. Көздер ұмытпасын десең дейді, әдемі киініп жүр дейді. Көңілдер ұмытпасын десең, көркем мінезді бол дейді. Адам, мұсылман адам көркем киіну керек. Мұсылман адамның сырты мен іші бірдей болады. Ішкі сұлулық деген бар, одан кейін сыртқы сұлулық деген бар. Мұсылман адам ешқашан жұпыны киінбесін. Мұсылман адам кір-қожалақ жүрмесін деген сөз. Киімі таза болсын. Жүзі, үсті, мына денесі таза болсын. Үйі таза болсын. Көлігі таза болсын. Айналасы таза болсын. Алла тағала айтады ғой: «Инналлаха юхиббут тауабин ва юхиббул мутатаххирин». Алла тағала ішкі жан дүниесін тазалағандарды жақсы көреді. Және де сыртқы кейпінде тап-таза ұстап жүргендерді жақсы көреді дейді. Жалпы ислам діні тазалықтың діні. Ат-тухуру шатрул иман дейді пайғамбар алейхиссалам. Тазалық бұл иманның жартысы. Көздерде ұмытылмайым десең, онда сыртқы кейпің, киімдерің таза болсын, әдемі болсын дейді. Бізде кейбір мұсылмандар дұрыс емес түсінеді. Мұсылман адам ішкі жан дүниесі сұлу болу керек те, сыртына қарамай жүре берсе де болады деп, тізе шыққан шалбарлармен жыртылып қалған нәскилерді киіп алып, жаңағы үстіндегі киімдерін үтіктемей, сол бір киген көйлекпен мұсылман адам өтіп кету керек деп дұрыс емес түсініктерге ой алдырғанда, негізі мұсылман адам өте әдемі жүру керек. Аллаху джамил дейді. Юхиббул джамал. Алла тағала әдемі және де әдемілікті жақсы көреді дейді. Біздің әдемі болып жүргенімізді жақсы көреді. Мысалға, кейбір адамдарда дүние мал мүлік бар, бірақ сол мал мүлікті аяйды да, өз басына, қара басына аяп отырады да. Үйіне келіп қалсаң жұпыны отырады, ақша көп жинап тастаған, бірақ аяйды. Өзінің киімінен аяйды. Галошпен жүреді жаңағы, тәпішкімен жүреді. Бірақ үйінде байлық деген жатыр. Бірақ ол деген мұсылман адамның тірлігі емес. Мұсылман адам ондай болмайды. Мұсылман адам егерде Алла тағала дүние беріп жатса, ең бірінші кезекте өзі үшін пайдаланады. Өзінің жақындарына пайдаланады. Одан асса бөтендерге таратады. Алланың берген ризығын Алла тағалаға өзіне қайтарады. Алланың ризалығы үшін береді. Сонда өзіне беріп тұрған Алла дүниені ол адам ұялады Алланың жолында бермеуге. Өзінің қолында бүйтіп ұстауға ұялады. Ол ұстап отыра бергенде не пайда? Бүгін бар, ертең жоқ дүние. Енді сонда Алла тағала айтады: «Инналлаха юхиббу айяра асару ни'матихи аля абдихи». Алла тағала жақсы көреді дейді. Өзінің құлдарына дүние беріп қойған жақсы көреді, байлық беріп қойған жақсы көреді. Және де сол байлықтың олардың үстінде көрінгенін жақсы көреді дейді. Киімдерінде, көліктерінде, үйлерінде, басқаларға беріп жатқан садақаларында Алла көргенін жақсы көріп тұр дейді соны. Тығып отыра бергенді ұнатпайды дейді Алла.